Құрметті әріптестер, бүгін баршаңызды Қазақстан Республикасының ғылыми қызметкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әріптестеріме шығармашылық табыстар тілеймін. Бүгін Дулати университетінде ғылыми қызметкерлер күніне орай 12 сәуір жаңа ғылыми зертхана ашылып отыр. Осы зертхананың негізгі бағыты мұнай газ саласындағы жаңа материалдардың қасиеттерін зерттеу және де мұнай саласына қолданысқа енгізу. Бұл зертхана заманауи жабдықталумен толық жабдықталған. Зертхана ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру аясында жабдықталып отыр толығымен. Осы зертхананың жетекшісі біздің жас ғалым Кадышев Арман Арыстанғалиұлы. Осы зертханада мұнай газ саласында қолданылатын тампонаждық ерітінділер және жаңа бұрғылауға қолданылатын материалдардың қасиеттері зерттеледі. Осы зертханада зерттелген нәтижелер біздің мұнай газ саламызда өлеулі үлес қосады деп мен сенімдемін. Әріптестеріме шығармашылық табыстар тілеймін. Президентіміз ғылымға жіті назар аударып, үлкен көңіл бөліп отыр. Былтыр жалпы осы ғылым жөніндегі үлкен кеңестің жаңағыдай құрылуы үшін жарлыққа қол қойды. Жобаларды ары қарай зерттеу, бұларды дамыту, бұл да шын мәнісінде әсіресе осы университеттің осындай бастаманы көтеріп, және Қазақстан бойынша алғашқы зертхананы ашылу, бұл шын мәнісінде үлкен қуанышты жағдай деп есептейміз. Осы зертханада қазіргі кезде 2-3 докторантым жұмыс істейді, 2 магистрантым бар өзінің жаңағы жетекшілігінде, және бакалаврлар. Барлықтары жаңағы осы жерде әрқайсысының бөлек-бөлек ғылыми тақырыптары бар, сол ғылыми тақырыптарда жұмыс істейді. Негізі зертхананың мақсаты жаңағы осы мұнай газ саласындағы мәселелер шешу. Дәлірек айтқан кезде мұнай газ саласында оңды бұрғылау кезінде туындайтын авариялық апатты жағдайлар, миграция газы, МКД дейді, межколон давление дейді, осының бәрін алдын алуға бағытталған. Қазіргі кезде біз негізгі отандық өнімдерді пайдалануға бет бұрып жатырық. Көп жағдайда мысалы барит бізде өзімізде шығады, одан кейін жаңағы микрокринозем, тағы да басқа қоспаларды өзіміздің жаңағы отандық өнімдерді қолдану арқылы зерттеу жұмыстарын жалғастырып жатырық. Жобаны 2020 жылы аяқтаған деген жаңағы қорғап аяқтаған.